істеу керек? Да, стрижка, иә. Шаш қию керек, иә, көріп тұрмын. Қандай сұрайын дегенім, қалай қидырғыңыз келеді? Қандай да бір формаға келтіру керек па? Жақсы. Я, әрине. Шаштың үшін бәрін аламыз. Ол міндетті түрде. Және шашыңыздың типіне қарап мен консультация беремін. Ол міндетті түрде. Жарайды, қазір уақытыңыз тығыз болып тұр, иә. Жалпы шашыңыздың формасын осылай қала беру керек. Жақсы, түсіндім. Сіздің шашыңызды бояу керек сияқты. Қашан боядыңыз соңғы рет? 2 ай болды дейсіз ба? Демек, шашыңыз құрғап кеткен, және сол құрғағаннан бүкіл бояуды бойына сіңіріп алады. Жарайды, бастайық. Шашыңыз таза сияқты, иә, жуудың қажеті жоқ. Жақсы. Қазір бір кешірім сұраймын. Кофтаңызға тиіп кетті, соны сүртіп жатыр. Айып етпеңіз. Мына жаққа отыруға ыңғайсыз, сол себепті сізді былай ауыстырдым. Маған да ыңғайлы. Мен сол қолмен істейтін болғандықтан. Жарайды, бастайын. Мен бұл салонға енді келдім. Бір апта болды келгеніме. Сондықтан заттарымды осылай бәрін салып алып келіп жүрем. Үйде де қабылдаймын ғой мен клиент. Сол үшін. Жаңа сіздің алдыңызда ғана үйден келдім. Қазір шашыңызды бөліп алайын, осылай. Ыңғайлы болу үшін. Осылай. Так, енді сіз еркін отыра беріңіз. Өзім осылай бөліп алып ыңғайлап. Шашыңыз енді үйісіп қалған. 2 ай бұрын боятын дедіңіз, үй жағдайында бояған сияқтысыз, иә. Көрініп тұр. Бізде профессионалды түрде бояу өтсаңыз, бұндай қатты құрғап кетпейтін еді. Жарайды, бастайын.
осылай ұштанып кеткен быт болды. Соны қиып тастаймыз. Күте тұрыңыз, мен басқа не алып келейін, жарай ма? Басқа қайшы алып келейін? Ыңғайлы отыра беріңіз, мен осылай. Онда біз күн сайын музыка қойып қоямыз. Бүгін қыздар көңілсіз, білмеймін. Кейбір клиенттер музыка қойғанымызға да қарсы. Шашыңыздың оңында шашыңыз бұрыннан да лесинка болған сияқты, иә. Өйткені сондай бар білінеді. Не осылай өне. Басыңызды сәт шаштыңыз. Еркін отырыңыз. Сосын басыңызды еңкейтіңіз сәл. Мен ыңғайсыз ұстағанымнан бәрі қорқады. Солақай болған соң ыңғайсыз ұстаймын. Қазір шашыңыздың бетін істейміз. Сіз маған бетіңізді былай бұрыңыз. Ал басқа жаққа. Басқа жаққа. Келесіде маған келіңіз, шашыңызды боятуға. Өзім керемет цвет таңдап бояп берем, жарай ма? Шашыңыз қатты, сол үшін қорықпаңыз, жұлынып жатыр ма, ештеңе етпейді. Біраз болған сияқты, дұрыс тарамағансыз ба? Шашты көп боя
қазір мен осылай жұмысты үндемей жасағанды жақсы көремін. Және бір нәрсе істеген кезде қабағым түйіліп кетеді осылай. Маған қарай бері қараңыз, бері жақындаңыз да басыңызды шалқайтыңыз, жоқ, сіз жылжып кетіп жатырсыз. Міне осылай отырыңыз. Осылай. Мен осылай құрғақ күйде де қысқартқанды жақсы көремін. Қазір енді шашыңызды тек істеп аламын да, одан кейін астың жағындағы бір істеп шығамын. Шашыңызды түктеп берейін ба? Жарайды, қазір түктеп берейін. Қазір
істеудің қажеті жоқ. Ой, шашыңыз ұйқасып. Қазір осылай әр жерінен бассақ, және қазір вообще басып шығамын. Вообще басып. Соңғы жағын басып шығамын. Сіз көре алмай жатсыз-ау деймін мені. Шашыңыз ұшып жатыр. Қазір мен спрей сеуіп беремін. Ондай спрей өте күшті. Болды. Сізге ұнайды деп ойлаймын. Келесі жолы шашты боятуға келіңіз, жарай ма? Администраторға